Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Кәусар өзені берілген ғой. Құранда Алла Тағала айтады: "Инна атайнакал кәусар." Саған біз Кәусарды бердік. Кәусар яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның еншісіне берілетін жәннаттағы өзен. Сол жөнінде Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасының несі ұлы, бұл да сахаба, Абдулла ибн Умар. Хазірет Омардың баласы. Абдулла ибн Умар жеткізеді бізге. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Алла елші саллаллаху алейхи вассалам былай деді: "Әл-Кәусару нахрун фил джанна, хафатаху мин захаб." Кәусар ол жәннатта екі жағасы алтыннан болатын өзен. Екі жағасы алтын. وَمُجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ. Және астында ағып жатқан уақытта астында не болады дейді? Ненің үстінен ағады дейді? Гаухар тас пен жақұттың үстінен ағады. Ал астында жаңағы топырағы дейді. Топырағы мисктен де керек болса жағымды дейді. Мисктен де, әтірдің иісінен де хош иісті дейді. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. Енді Пайғамбарымыз сол өзеннің суы жөнінде айтып жатыр. Суы өзеннің, Кәусар өзенінің суы әселден де, балдан да тәтті дейді. Балдан да тәтті су. Ва абияд минәссәл. Аппақ қардан да аппақ дейді суы. Яғни балдан да тәтті, қардан да аппақ. Хадисте Ибн Маджа, яғни имам Ат-Тирмизи риуаят еткен. Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізеді хадисте. Қал Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деді: "Инна фил джаннати шажаратан ясиру ар-ракибу фи зиллиха 100 عام لا يقطعها إن شئتم فاقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب." Жәннатта сондай тал бар. Ол талдың көлеңкесінде көлікпен жүрген адам дейді 100 жыл жүреді, бірақ көлеңкесін кесіп өте алмайды. Көлеңкесін кесіп өту үшін 100 жыл жүреді дейді, бірақ кесіп өте алмайды. Егер қаласаңдар, Уақиа сүресіндегі «Вазиллин мамдуд ва маин маскуб» деген аятты оқыңдар. Алла Тағала Құранда жәннаттағы болат көлеңкені, саяны сипаттаған уақытта созылған сондай көлеңке, сая деп сипаттайды. Созылған болғанда ешқандай шек жоқ, жете алмайсың шек. Вазиллин мамдуд ва маин маскуб, сонымен құйылып неғып тұрған дайын сулар. Утба бин Абд радиаллаху анху айтады: "Жаа арабиюн иля Расулилла саллаллаху алейхи вассалам." Бір күні далалық арабтардың бірі, бәдәуи арабтардың бірі Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға келді дейді. Не мәселемен, сұрақпен. Мәмілесі адаммен сәл грубый. Қалалық жаңағы арабтар секілді емес, олар қойып қала салады бір нәрсені. Болмаса дөрекі сөйлейді, жаңағы қатты айқайлап жібере салады. Сондай дөреклеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтты дейді: "Ма хаудука аллази тухаддису анху." Сен хауз дейтін, Кәусар дейтін не өзі? Сен әрдайым айтып жүретін ол не нәрсе деп. Арғата Пайғамбарымыз оны түсіндіріп берді. Сол уақытта ол тағы да сұрады: "Я Расулаллах, фиха факиха" деді. "Я Алланың елшісі, жәннатта жеміс деген нәрсе болады ма?" деді. Жеміс жейді. Сол уақытта Пайғамбарымыз: "Наам. Ва фиха шажаратун тудуа туба хия тутабиқул фирдаус" деді. Хия тутабиқул фирдаус. Я, ол жәннатта, Пайғамбарымыз жауап беріп жатыр, жеміс жидек болады. Сонымен бірге жәннатта туба деген не бар деді? Ағаш бар дейді, тал бар. Туба деген. Туба деген ағаш ол неме? Фирдаустың жанында тұрады. Фирдаус жәннаты бар ғой, ең жоғарғы жәннат. Сол ең жоғарғы жәннаттың жанында тұрады. Фақала айю шажарин ардина тушби. Қоймай жатыр жаңағы бәдәуи араб. Бізде жердегі талдардың, жердегі ағаштардың қайсысына ұқсайды ол деді. Түсінгісі кеп жатыр, ақылына неғылысы кеп, сидырғысы кеп тырысып жатыр. Сол уақытта Пайғамбарымыз жауап беріп жатыр: "Лайса тушбиху шай'ан мин шажари ардика, валакин атайта шаб." Ешқандай сенің мынау жердің бетіндегі ешбір талға ұқсамайды. Ешбір талға ұқсамайды. Бірақ сен Шамға барып пең деді. Шамда болып пең. Қазіргі Сирия, Палестина өлкесі. Ол айтты: "Қалу ла я Расулаллах." Ол бәдәуи арабқа қаяқтың Шамға ол тек қана жаңағы
көпестер, байлар, саудагерлер ғана баратын болған. Мысалы үшін қазір ол уақытта Шамға бару деген қазіргі Америкаға бару секілді. Болмаса жаңа Европаға ол даладағы қойшы болып жүрген қазақ мысалы үшін бара алмайды ғой, Америкаға. Сол секілді нәрсе де бәдәуи араб үшін. Жоқ, барған емеспін деді. فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. Пайғамбарымыз енді ананың жағдайын түсініп отыр да сипаттап беріп жатыр ары қарата жалғас. Шамда, Шам өлкесінде Жауза деген ағаш бар. Ол Жауза деген ағаш былай тарап өспейді. Бір жаңағы діңгекте өседі. Бір діңгекте өсіп келеді да сосын бас жағы бүйтіп неғылады, бұтақ-бұтақ болып тарайды деді, жапырақ болып. Жауза. Осы сол жаңағы неге Жауза ағашына ұқсайды. Туба ағашы жәннатта. Солай бір діңгек болып кетеді да одан кейін несі жапырақтары, бұтақтары басына барған уақытта шашырайды. Қоймайды тағы да. Сұрақ. Қала фама айзаму ахлиха. Сосын сұрап жатыр. Жәннаттың тұрғындары қаншалықты үлкен болады? Қаншалықты олар ұлық болады? Қала лау иртахалат жиз'атун мин ибили ахлика лама қатаатха хатта танкисира турқутахуха хараман. Егерде сол жаңағы 4 жасар түйе дейді, жаза деп атайды арабтар. Сол жаңағы неде жүретін болса дейді жәннаттың ішінде. Бір жағынан екінші жағына қарай өтетін болса, ол дейді аралай береді, ең соңында әбден қартайып, шаршап, былай айтқанда, жаңағы түйе өлгенше аралап біте алмайды. Жүре береді, түйе өледі, бірақ жәннаттың несі бит. Алла Тағала Құранда айтып тұр ғой, енінің өзі аспандар мен жердің бәрін өзіне сыйдырып алады. Енінің өзі жәннаттың аспандар мен жердің бәрін қамтиды дейді. Енінің өзі. Ұзындығын қоя бер. Біздің еніміздің өзі ұзындығымыздан мысалы үшін қанша есе кішкентай біздің еніміз. Сосын тағы сұрап жатыр. Бәдәуи араб қоймайды. Қала фиха айнаб. Я Расулалла, жәннатта жүзім бола ма? Жәннаттың жеміс жидектері. Қала наам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қала фама айзамул уқуди фи минха. Сонымен ана жүзімнің бір тал жүзім бар ғой. Оның шағының үлкендігі қандай болады деді жаңа. Бір шағының үлкендігі қандай болады деп қоймай жатыр тағы. Подробно керек оған. Қала масирату шахрин лил ғурабил абқа ла яқа ва ла янфани ва ла яфтур. Мынау батысқа қарай дейді. Батыс жақтағы жерге қарай не? Бір ай жүретін ұзындықта дейді жаңағы. Бір шақ жүзімнің ұзындығы бір ай жүретін ұзындықта дейді. Батысқа қарай. Ол солай болып тұрады, бірақ ешқандай неғылмайды дейді, майысып жерге түсіп кетпейді. Соншалықты ұзын болып тұрса да неғылады дейді, майысып жерге түсіп кетпейді. Сонымен бірге ол соншалықты ұзын болса да жаңағы неғылмайды дейді, салбырап үзіліп те кетпейді. Түсіп те кетпейді. Неғылып тұрады, тек қана салбырап пісіп, жеуге дайын болып тұрады әрдайым. Тағы сұрақ. Фама айзамул хаббати минху. Енді тағы да бір домалақ жаңағы бір жүзім бар ғой, бір тал жүзім енді бұл шақ емес. Оның қаншалықты жаңағы несі үлкен болады дейді. Бір талы қаншалықты үлкен болады. Хал забаха абука тайса мин ғанамихи азиман фасалаха ихабаху фаатаху уммак фақала удбуги хаза thumma фри лана минху занубан юруи машиятана. Қала наам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді өзінің жаңағы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде тәрбиелік тәлім беру тәсілдерінің ерекше несі үлгісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Оның өзінің үйіндегі жағдаймен салыстырып әкеп жеткізіп жатыр. Айтады, сенің әкең үйде жаңағы үлкен серкені соятын бет. Сөйтіп соны сойып терісін сылып алатын беді. Соны терісін сылып алғаннан кейін анаңа беретін бет дейді. Осы теріні иледі, одан кейін барып жақсылап бізге осы теріден жаңағы шелек секілді құты ыдыс жаса. Сөйтіп ол ыдыспен біз жаңағы малға су береміз деп. Солай анаңа беретін бет. Сондай жаңағы малға су беретін үлкен серкенің терісінен ыдыс жасайтын бедіңдер деп сұрады. Көрдіңіз ба? Кәдімгідей ол енді далалық араб, ол мал бағады мысалы үшінге. Серкеден де қойдан да бәріне хабар бар ғой. Өзінің жағдайына салыстырып отырып, солардың бәрін неғып отырып, есіне келтіріп отырып, түсіндіріп отыр. Қала наам. Қала, фаинна тилкал хаббата тушби'уни ва ахла бейт. Не деді? Жаңағы бәдәуи араб, далалық араб, иә деді. Солай жасайтын деді. Олай болатын болса, жаңағы бір тал жүзім, сол сендердің жасаған жаңағы құтыларың, ыдыстарың, шелектерің секілді деді. Үлкен болады сондай, бір талдың өзі.
Ол сол жаңағы бір талдың өзі айтып жатыр. Бір талдың өзі мені де бір тал жүзім. Және бүкіл жаңағы отбасының адамдарын бәрін тойдырады ғой дейді. Бір тал жүзіммен мен де отбасымды бәріміз тоямыз дейді. Фақала нәбию саллаллаху алейхи вассалам сол уақытта қосып жатыр. Ва аммата ашират. Тек қана сен және отбасын ғана тойып қоймайсың дейді. Бүкіл әулетің бәрін тойдырасың онымен керек болса дейді. Себебі неге? Себебі берекелді ғой ол. Береке деген не нәрсе? Егер де не нәрсе болса да өзінің пайда болған, жаратылған мақсатын орындайтын болса, сол береке. Мысал үшінге ақшаны адам не үшін табады? Ақшаны мысалы бұл өмірде өзіңіздің керек жарақтарыңызға пайдалану үшін, сөйтіп бүкіл жаңағыда керек жарақтарыңыздың қажеттіліктеріңіз бәрін шығарып, жаңағы үйіңізді бар, көлігіңізді бар, отбасыңызды бар, бала шағаңыздың оқуы бар, соның бәрін қылып бір жаңа тыныш ұйықтап, қамсыз ұйықтау үшін, мысалы, сөйтіп уайымсыз өмір сүру үшін керек ақша деген. Егер ақша сол үшін керек қой, сол мақсатта ақшаны біз не қыламыз? Табуға тырысамыз, еңбектенеміз. Егер сол ақша сол мақсатты орындамайтын болса, демек ол берекесі жоқ ақша. Тапқан ақшаңыз. Ол ақшаны қанша көп тапқаныңызбен, одан не болар екен арты деп уайымдап жататындар көп қой қазір. Не болар екен, анау қол қойған жерім финпол келіп тексеріп ашып қоймай ма екен? Болмаса біреу мен сатып жібермей ме екен? Бухгалтерім лақтырып жібермей ме екен? Деген секілді уайыммен ұйықтайды ғой. Демек ол берекесі жоқ ақша. Ол өзінің мақсатын орындап жатқан ақша емес. Береке, не нәрсенің берекесі? Өзінің мақсатын орындайтын болса, сонда ол береке. Бұл жерде жаңағы бір тал жүзім көрдіңіз ба? Негізі жүзім, жеміс болсын, рызық жалпы мысалы тағам, ол бізді тойдыру үшін керек. Тойдыру үшін, нәпсімізді басу үшін керек. Асқазанымызды толтыру үшін керек, солай ма? Қанша жедіңіз, тоймайтын болсаңыз, демек ол берекесі жоқ тамақ. Мақсатын орындап отқан жоқ. Бұл жерде пайғамбарымыз айтып жатыр, керек болса бүкіл әулетің тойдырады ол дейді. Жәннаттың жемісінен артық берекелі жеміс жоқ болса да. Хадисте имам Ат-Табарани риуаят еткен.